Қайырлы таам болсын. Бүгінгі жаңа күндеріңіз жақсылығымен келсін. Алла оқыған дұға тілектеріңізді қабыл қып, дендеріңізге саулық берсін дейміз. Иілгіш тас болғанша сынған артық, басыңа бәле келсе тынған артық. Мінгенше жамандармен алтын таққа, жақсылармен бірге түскен зындан артық дейді баяғылар. Бұзықтар өледі пышаққа құлшынып, арулар өледі құшаққа тұншығып, арғымақ өледі артында шаң қалып, жамандар өледі жақсыға таң қалып дейді. Бүгінгі әңгіме жақсы мен жаманды айыру. Менің толық әңгімемді тыңдағыларыңыз келсе, YouTube арнасына тіркеліп отыруларыңызды сұраймын, қазақ елі. Жалпы менің әңгімемді ұнататын қазақ елін айтатыным. Жақсы дейді. Жақсы ол мемлекеттің тактикасы. Жақсы. Мемлекеттің стратегиясы. Мемлекеттің элитасы. Элитас мемлекет болмайды. Ешқашанда болғандай емес. Жақсы. Бүгінгі әңгіме сол жақсы мен жаманды айыру. Бегеш керейден шыққан шешен. Бегеш Абаймен дос болған. Абайдың жан жолдасы. Көп жер дауын, жесір дауын бірге шешкен. Бірақ Абай Бегешті өте жақсы көрген. Әділдігіне, сөзі тауып айтатынына, қауып айтатынына өте жақсы дәреже тұтқан. Жер дауын, жесір дауын со керейдегі Бегешке беріп жіберетін көрінеді. Шешімін Абай. Со кезде бес болыс тобықтының төбе билері келіп отыр дейді Абайға. Ей Абай, бес болыс тобықтының төбе билері тұрғанда, жер дауын, жесір дауын сен неге бір болыс керейдегі Бегешке бересің? Мына біз тұрмыз ғой депті. Сонда Абай айтыпты: ай сендер мына бесеуің анау төбеге барып бес уыс жел ұстап әкең депті. Жел, ветер, жел ұстап әкеңдер. Сонда айтқан екен Абай: шынымен ақыл есіңнен адасайын дедің бе? О заманда бұл заман жел ұстатушы ма еді депті. Ендеше Бегеш сол жел емес пе депті ғой. Не деген сұмды адамдар. Бегеш сол жел емес пе депті. Абайдың басын жарғанда Оразбайдың содырлары 4 рулы елді Бегеш басқарып келген. Оған тарих куә. Оқығандар білет. Керейі бар, Найманы бар, Уақ, Қонырат, Қыпшақ, осыларды басқарып келген керейдегі Бегеш. Басы төмен, басы жарылып, қалың ойда отырған Абайдың үйіне кіріп келген Бегеш топтың ішінен жарылып шығып: о Абай мырза, ит арамды, тентек құдайын танымас. Сіз жалғыз тобықты үшін туған емес, орта жүздің арысы едіңіз. Көктің бұйра нарындай, көктемгі жауған жауындай жақсымыз едіңіз. Ал өкпелердің қолы тиді деп естіп келдік. Білімді бақтың қазығы, білімсіз әлдеғімнің азығы. Талайлар бар, аузыменен аспандағы айдалатын, бірақ қолыменен қос аяқты соғамайды. Мына халық жақсысынан айырылса не болады? Сағымдай құбылып, сабындай бұзылып, азып тозып жоғалады. Тентегіңді бер. Дүзеуге келдік дейді ғой. Шіркін ой, тентегіңді бер дейді. Абайдың басын жарғандарды сұрап отыр. Тентегіңді бер дейді. Дүзеуге келдік дейді Бегеш. Сонда қалың ойда отырған Абай басын жұлып алып: ай Бегеш ай, шешендікке беріліп алып
Асыл сөзді тарқатасың ау. Қара күйенің дәні болғанша, бидайдың сабағы бол. Жақсы қауымның ортасы болғанша, жаман қауымның ортасы бол десе, не бетімді айтамын? Жамандықтың ортасынан шыға алмай жүрген бегешке айтылған сөз суға жазғанмен бірдей емес па депті ғой Абай. Пах, шіркін ай десейші. Оразбайға айтылған сөз депті, суға жазылғанмен бірдей емес па депті ғой. Не деген сұмдық адамдар. Достың да, туыстың да бәрі екі үшті. Сол себептен досыңнан дұшпан күшті. Сүйсе жалған, сүймесе аянбаған, бұл не деген заманға ісім түсті дейді ғой. Бір күн озып барады бір күннен, етек жеңін тікенекке ілдірген, хан базарын қанден итке талатып, қарғаларды қатар қойған бұлбұлмен. Ғажап бар жер мен көктің арасында, біреу шат, біреу қапа панасында, кездейсоқ шымшық құсқа бақыт қонса, самұрық қызмет етер саясында дейді ғой. Пақ, шіркін ай десейші. Ел азарда ер азаматы атақ қуғыш тақ құмар келеді. Қыз келіншектері дүние қуғыш бақ құмар келеді. Үй тозарда абысының асының ішінде шаш жүреді. Ағайын ажырарда байының көңілі тоқ, кедейдің қарына аш жүреді дейді. Пақ, шіркін. Ел аман, жұрт тыныш болсын. Бай қуатты болайық. Күліп жүрейік, күлдіріп жүрейік қазақ елі. Еш қашанда күлкі болмайық. Намысты болайық, қазақ болайық.